жерге қарайықшы тақтаға. Мына кісі кім? Не мынау? Я, лампочка, я? Кім ойлап тапты? Томас Эдисон ойлап тапты. Томас Эдисон ойлап тапты. Жаңа мен тақырыпта айттым. Енді қараңыз, мұнда 3 түрде телефон тұр. Мына жерде 2 түрде компьютер тұр. Сізге сұрақ. Еңбектің арқасында пайда болды ма, идеяның арқасында пайда болды ма? Енді қалай жауап береміз? Бәріміз бірге жауап береміз ба, не? Бұл іс орнынан тұрып, қолды көтеріп, я? Бұл іс негізгі идеяның арқасында пайда болды. Егер идея болмаса, бұндай әрекетке бармас еді. Жақсы, тағы кімнің басқаша өзгеше ой бар? Тек қана идеяның арқасында бізде мынау ескі телефон, содан кейін кнопкамен телефон, бірақ қазіргі смартфондар пайда болды ма? Тек қана идея болды, содан пайда болды ма? Айта бауырым. Тек идеяның ғана емес, еңбектің де арқасында. Жақсы. Я, жақсы, сіздермен. Идея дегеніміз, ол тек ой түрінде қалып қоятын ғана тұжырым, я? Арман деп айтамыз ғой, біз армандаймыз болашақты. Демек, ол тек қана ой күйінде қалып қалады. Оған жету үшін, лампочканы ашу үшін бізге еңбек қажет болады екен. Жақсы. Демек, бүгінгі тақырыпқа байланысты бүгінгі сабақтың мақсаты бізде оқушыларды еңбекқорлыққа, жауапкершілікке және өз ісіне адал болуға тәрбиелеу. Бұрын ойымызда болған, немесе жалпы бұрын осы уақытқа дейінгі болған нәрсе, бірақ оны басқа қырдан, басқа көзқарас арқылы анықтап, туындатқызу, басқаша жасау, креативтілікті ойлату арқылы пайда болатын нәрсені жаңа идея деп айтады екен. Идея тек қана ой күйінде қалып қоймайды, ол іс жүзінде іске асқан кезде ғана ол инновациялық идея деп аталады. Жақсы. Анықтамасы уақыт машинасына мінемізді 2040 жылға барамыз. Қаншада болады жасың? Қаншада боласың, Иманғали? Қазір 14-тесің. 27 жаста боласыздар, я? 27 жаста сіздер кім боласыздар? Кәдімгі тұлға, қалыптасқан тұлға боласыздар. Енді осыған байланысты сіздердің қолдарыңызда смартфон бар, сіздерге алып кел дегенмін. Қазір өзімізді фотоға түсіреміз да, болашақта кім болғымыз келеді, соны жасайсыздар. Яғни, ChatGPT-ға немесе Gemini-ға кіріңізге, сосын кіргеннен кейін болашақта сіз кім боласыз? Соның маған суретін жасап бересіз, я? Алдымен ChatGPT-ға немесе Gemini-ға кіреміз, өзімізді фотоға түсіреміз да жібереміз, сосын кейін промпт жазамыз. Мысалы, мейірімді дәрігер, футуристік ауруханада жұмыс жасаймын. Мысал көрсетіліп тұр сіздерде, сіз өз мамандығыңызға байланысты жазасыз. Иманғали, телефоныңыз жоқ па? Неға немесе ChatGPT арқылы? Жақсы, молодец. Сіздерге чатқа жаңа мен ссылка жібергенмін. Сол ссылканы ашыңыздар. Айзере, мен жаңа чатқа ссылка жібергенмін, біздің сыныптың чатына. Енді осы жерде қосуды бассаң, добавить пост болады. Жаңағы сен суретті скриндап немесе сақтап алдың ба галереяны? Соны алда маған мына жерде жіберемін. Жақсы. Жасадың ба? Ойланып жатыр. Ойланып жатыр. Кімде шықты? Қандай әдемі. Енді сақтап ал, немесе жақсы, сақтап ал, немесе скриндап ал да. Мен жіберген, неге жібер? Жақсы. Скриндап ал, немесе сақтап ал. Мен жіберген ссылкаға кіреміз. Астыңғы жағында плюс белгісін басатын болсаңыз, сіздің жіберген суретіңіз қазір мына жерге шығады. Кір ссылкаға. Плюсты бас.
изображение қандай. Ажар шықты, міне. Ажар 2040 жылы дәрігер болады екен. Жақсы, Ажар, енді сізден сұрай кетейін, тұра ғой. Бұған жету үшін не істейсің бүгіннен бастап? Бүгіннен бастап өзіме, мысалы, әркім өзіне сұрақ қою керек. Мен қандай... Жоқ, мен нақты әрекет сұрадым. Не істейсің? Бірінші. Сабақты оқу. Екінші. Тіл меңгеру. Тағы да. Сол қызығушылық арқылы әрекет істеу. Жақсы, Айселе, сен бірінші болып жаңа жасадың ғой, дәрігер боламын дедің. Бірінші не істейсің? Соған жету үшін 2040 жылда. Оған жету үшін мен өзі жақсы білім алу керек. Жақсы. Жақсы. Кім боласың болашақта? Суретің бар ма? Сенде жаңа шықты ғой, Олжас, тұра ғой, жауап бере ғой маған. 2040 жылы кім боласың? Қандай маман? Дәрігер мамандығы. Оған жету үшін бүгіннен бастап не істейсің? Сабақ оқу керек. Бірінші, екінші. Еңбектену керек. Үшінші. Болды, еңбектенесің, сабақ оқисың, соған жетіп кетесің ба? Жақсы, отырыңыздар. Кім бизнесмен болғысы келеді? Бар ма ондай? Жақсы, кез келген нәрсеге, кез келген мамандықта болашақта жету үшін адам өзін адалдықта қызмет ету керек. Жақсы ба? Тек қана адал қызмет ететін болсақ қана, адал қызмет дегенім не ол? Ол мен үшін ғана емес, менің табысым көп болып кетсін емес, менің ақшам көп болып кетсін емес. Егер ондай мақсатта жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің рейтингіңіз түседі, әлсірейсіз, шаршайсыз. Я ол мүмкін бастапқыда прибыльді алып келуі мүмкін, я көп ақша жинауы мүмкін. Бірақ кейіннен сізде керісінше шаршау несі басталады. Төмен қарай сырғанайсыз. Егер халқым үшін, елім үшін деп жұмыс жасайтын болсақ қана, біз жоғары қарай стабильно бақиятын болса, олардың прибылі сол моментте көп болады да, одан кейін адамдар кішкене төмен сырғанауы мүмкін. Так, кеттік енді екінші бөлімге прибыль сырғанауы мүмкін. Екінші бөлімге өтейік. Мен сіздердің алдыларыңызға стикер қойып қойдым. Сол стикер бойынша бөлім жіберейік тез-тез. Бірінші топ пәтер бар бізде, 90 сайын жиналып қалатын. Мұғалімдерде қағаз бар, бутылкалар бар. Біз анау мусорный шелектерді қойып қойды, коробкаларды коридорларға. Не себепті қойып қойды? Тез-тез маған бір ғана идея. Коридорда Мектеп басқармасына Бес, 4, 3, 2, 1. Бұл қаламыз қоямыз. Бұл қоямыз. Бері қараймыз. Так, давайте, балдар, мына жерге. Тез. Ага. Бірінші топ сіздерге тапсырма. Мектепте демалыс аймағы болса, не істеуге болады? Айта қойшы. үйге алып келуге болады. Біріншісі, екіншісі? Сіздер қандай идея, сонда құтты қандай үйге барып келесіздер ма? Жоқ, мектепте әр класста бір диваннан болуы. Сыныпханама диван? Сізде қандай ой бар? Мектепте демалып ол орындамаған сабақтарды орындап шығу. Аха, жақсы. Оранжерея болса деген ой жоқ па? Менде өзімде идея бар, оранжерея болса, сол жерге кіріп демалса, Қалқыбай болса деген секілді. Екінші топ кел. 1 минут уақыт бол. Екінші топта мектеп асханасының жаңа технологиясы. Очередьте тұрмау үшін не істеу керек болады? Очередьте тұрмау үшін арнайы QR-кодты столовый жаққа қойып, сол QR-кодты сканерлеп қойғаннан кейін арнайы меню шығады. Яғни сол менюда балалар оқушылар өз қалаған заттарын таңдап сатып алады. Жақсы, рахмет. Үйде телефон арқылы тезірек заказ беруге болады барына. Жақсы, отырыңыздар. Келесі сіздерде қалдықтарды өңдеу. Басқа болған қалған қағаз қалады бізде, бутылка қалады. Сен бір ақ сөзбен қорытындыласаңыз. Бізде тақырыбымыз экомектеп.
Біздің қазіргі мектебімізде 3 этажда әртүрлі қораптар берілген. Ол қораптарда шыны, пластик қағаздарды қолданылады. Оларды сұрыптау арқылы жаңадан екінші өмір сыйлауға болады. Әр 90 сайын оқушыларды күнделікті ұстап жүргеніміз пластик ыдыстарымызды және де қағаздарымызды осы экологиялық мусоркаларға және арнайы сұрыптап салсақ, оларға екінші өмірде сыйлауға болады. Немесе қазіргі өтіп жатқан экологиялық мектептердің эко жұмыстарында өткізіп ақшалай сыйлықтарды алуға болады. Жақсы, рахмет, отырыңыздар. Былай жаңа айтқам, иә, столовыйда бізде асханада не қалады дедім? Май қалдықтары қалады. Химияда май қалдықтары не жасауға болады, қайтадан не өңдеуге болады, білесіздер ме? Сабын өңдеуге болады. Біз лабораторияда өңдеуге болады, соны егер қайтадан қолдануға мүмкіндік болатын болса. Так, жақсы. Енді осы айтылған нәрсенің барлығын дұрыс жасауымыз керек па? Адал, немесе дұрыс емес жасауымыз керек па? Дұрыс. Орнымыздан тұрып, бірақ қана адам қорытындыласыншы, Айша қорытындылай қойшы. Біз бәрін дұрыс, адал жасау керекпіз. Неге? Не ол адал дегеніміз не, адал емес дегеніміз не? Қалай? Адал жасалған зат ол үлкен жетістіктерге әкеледі. Жақсы. Тамилис? Бұл заттардың бәрін біз әрине дұрыс жасауымыз керек. Себебі дұрыс жасаңыз жетістікке әкеледі және өзімізге жақсы жағынан пайда әкеледі. Жақсы. Отырамын. Енді қараңыз, бағанадан бері біз болашағымызды бүгін жоспарлап тастадық, машинаға отырдық та болашақ машинасына. Қоңырауды 30 минут болады деп елестетіп тастадық, иә, оранжерея жасаймыз ба деген менде ұсыныс болып тұр сіздерге, кабинеттің бір жақ бұрышына деген секілді, иә. Үшінші май қалдықтарын өңдейміз ба деген. Барлығы не? Олжас. Не айтылып жатыр бүгін сабақта? Барлығы болашақ. Жаңа идеялар. Жаңа идеялар айтып бар. Отырамын. Жаңа идеяға бүгін жоспарладық. Ертең не істейсіз? Бек. Айта ғой, Тамилис. Жаңа идея арқылы біз келесі жолы еңбектенеміз. Сол еңбектену арқылы сол жетістікке жетеміз. Иә, Құдайым бұйырса 30 минут қоңырау болады деген ниеттеміз, иә? Медеу. Демек, жоспарлау, еңбек және соңында нәтиже болады. Көптеріңіз дәрігер болам дедіңіздер, жаңа сізде военныйдың суреті шығып тұрды, иә, әскери қызметте. Оған жету үшін бүгіннен бастап не істеуіңіз керек, Медеу? Сабақ жақсы оқып, сол жұмысқа дайындалып. Және дене қандай болу керек военный болу үшін? Качок болу керек. Ол не ол качок болу деген? Шымыр болу керек. Демек жаттығу жасау керек. Иә, сіздерге үй тапсырмасы жаңағы жасалған мамандықтарыңызға байланысты идеяларыңызды бір күнделік бастайсыз да соған жазасыз. Кішкентай ғана мақсат қоясыз. Бүгін мен осы идеяға, осы мақсатқа жету үшін не істедім? Және оған адал еңбекпен жету үшін қандай нәтиже, адал еңбек етсем қандай нәтиже алам деген осы үш тапсырма сіздерге үй тапсырмасы бар. Телефондарым бар, суретке түсіріп алыңдар. Келесі сабақта маған көрсетесіздер, иә, блокноттарыңызды, жаңағы күнделіктеріңізді. Үй тапсырмасы. Жақсы. Енді негізгі тұжырымдама, идея ол бастама ғана болады. Екінші, еңбектенетін болсақ негіз болады. Адалдық ол құндылық болады. Және мүмкіндік дегенім ол нәтиже болады екен. Мына жерде сіздерге адал азаматтың цифрлық кодексін мен сіздерге жіберемін. Бұны сіздер жаттап келесіздер келесі сабаққа. Қазір сіздердің алдыларыңызда стикер жатыр. Сол стикерға әркім өзінің ойын ақша? Еңбекпен ақша табу, жаз соны. Не тейдің? Жазып жатырсыз. Не тейдің? Не тейдің сабақтан? Не керек бізге? Не керек? Не керек? Сен айта қойшы, не керек? Бізде еңбектену үшін мен бірінші бізде көп мүмкіндіктер бар. Қандай бізге қыздар жетті? Идея. Не керек ертеңгі күнге жету үшін? Идея керек. Болды, апарамыз жабысқанбыз. Жоспар дейміз, бірақ ауыз сөз, барлығын ұшыратудың қажет жоқ, көп жазбаңыздар. Жоспар болды. Тұр, медеу, жабыстыра ғой. Қай сатыға апарып жабыстырасың, жабыстыра ғой. Қай жетесің дейсің? Сатың. Болды. Жабыстырамыздар, кабинетке барамыз.
Так, следующий. Рахмет балалар кішкене концентрация